Бәріңізге сәлем, есімім Ержан, моушн дизайнермін. Бұл сабақ моушн дизайнға қызығып жүргендерге, енді бастайын деп жүргендерге арналады. Бірінші сабақ біз After Effects программасының интерфейсімен танысатын боламыз. Олай болса кеттік. Ең алдымен бізде After Effects ашқанда осындай окно шығады. Ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Қазір барлығын түсіндіріп өтем. Бірінші бізде мына окно біздің түсірген видеомызды көріп отыруға арналады. Осы жерде мына жерде түсірген проекттеріміз осы жерде тұрады. Мынау таймлайн біздің видеомыз жүріп тұратын жер. Мына жерде бізде неше түрлі эффекттерді қолданамыз. Мысалы, цветокоррекция жасайтын болсақ, трекинг жасайтын болсақ, осы жерде барлығы тұр. Ең алдымен біз New Composition-ға басамыз, немесе Ctrl-N-ге басамыз, немесе New Composition-ға басамыз. Осы жерде біз композицияны атын қоямыз. Бірінші сабақ деп қойайын, мысалы. Бірінші сабақ. Осы жерде біз видеоның форматын таңдаймыз. YouTube-ға болса осы формат Full HD 1920-1080, яғни горизонтальны. Ал егер мына жерде 1080-де 1920 деп өзгертсек, бізде вертикальный формат шығады, яғни Reels формат. Мына жерде біз кадр секунды 24 кадр секунд. Мына жерде видеоның ұзақтығы. Олай болса, окейді басайық. Бізде композиция создавать етілді. Біздің бірінші сабақ деген композициямыз. Осыған біз өзіміздің түсірген видеоларымызды салуымыз керек. Ол үшін біз осы жерге 2 рет басамыз. Мышканың сол жағын және де түсірген видеомызды алып келеміз. Мысалы, мынаны қоя салайын. Осыны 12 сабақ деген ішіне саламыз. Бізде формат келмейді, оны келтіру үшін біз таймлайндағы видеоның үстіне басамыз да, ағылшынша S кнопкасын басамыз және Scale дегенді көйтеміз. 300%-ке қоямыз. Себебі 3 есе кішірейіп кеткен болатын. Пробелді бассақ, бізде видеомыз ойнайды. Звугын, мына жерден звугын алып соғады. Пробелді басамыз. Видеомыз ойнап жатыр. After Effects көбінесе қатып қалуы мүмкін, жабылып қалуы мүмкін өзімен-өзі. Ол үшін біз Ctrl-S арқылы біз істеп қоямыз, сақтап қоямыз бір жерге. Мысалы, рабочий столға сақтап қояйық. Мына жерге бірінші сабақ деп қояйық. Бірінші сабақ деп бізде сақталды. Және де уақыт өткен сайын біз Ctrl-S-ті басып отырсақ, өзіміз сақтап отырады. Немесе Edit Preferences-ге басамыз, General-ге басамыз, Autosave дегенге басамыз. Мына жерде 20 минут деген бізде ешкім көп сияқты. Біз оны 10 минутқа өзгертеміз. Сол кезде бізде 10 минут сайын өзімен-өзі программа сақтап қойып отырады. Егерде мына жерден бізде бір мысалы эффект деген панель жоғалып кетсе, мысалы алып тастайын, мына жерден жоғалып кетсе, біз оны Window, сосын осы жерден эффект Presets дегенге галочка қоямыз. Сол кезде бізге мына жерге шығады. Егерде жоғалтып алған болсақ. Енді айтатын нәрсе, Full дегенге қойсақ, біздің видеомыз полный качествода көрініп тұрады. Егер 2-ге қойсақ, мысалы, уже шамалы качествосын жоғалтады. Уже таймлайнның скорсы тез болады. 3-ге қойсақ, качествосы тағы да одан сайын жоғалады, бірақ скорсы одан сайын тез болады. 4-ге қойсақ, естественно, түсінікті әрі қарай. Егер слабый компьютер болса, немесе видеоның качествосы, эффектілері мықты көп болса, қатуы мүмкін. Сол кезде осыған қойып жұмыс жасаймыз. Мен фулға қойып қоямын. Және де мына жерде сеткілердің түрлері бар. Егер объектілерді бірдей алып қоям десеңіз, осы жерде сеткіні ашып, сеткінің центріне қойып шығуға болады. Таймлайнның настройкаларына келейік. Мына жерде біз стрелканы ашатын болсақ, бізде неше түрлі настройкалар бар. Мына жерде Position дейтін позиция, Scale, масштаб, Rotation дейтін айналдыратын. Opacity ол непрозрачность. Енді бізде
анимацияның ең қарапайым түрін сіздерге көрсетейін. Бізде мына жерде мысалы 13 секундтан бастап біз позишнге сағатқа точка қоямыз. Сол кезде бізде мына жерде точка шығады. 14 секундқа алып барамыз. Позишнді өзгертеміз мысалы. 350-ге қояйық. Енді біз видеомызды осы жерден бастап қосатын болсақ, бізде осындай анимация шығады. Және де осы екі точкаға алып келіп F9-ды бассақ, бізде анимациямыз плавно болады. Мысалы, жай басталады, мысалы қараңыз, жай басталып, жай бітеді. Плавно. Ал егер ол F9-ды баспасақ, бізде уже бір скоростта өтеді, барлығы тіке. Осымен қатар біз scale-ында, rotation барлығына ключ қоя аламыз, мысалы. Осы жерден rotation-ге ключ қойық, және де осы жерге келгенше бізде 360 градусқа айналады дейік, бір айналып орнына келеді. Қараңыз. Екі ключті алып тастайық енді, мысалы, Ctrl-ды басып, сағаттың үстіне бассақ, біз ключтерді алып тастаймыз. Енді scale бойынша жұмыс істейік. Scale-ді басында 300-ге қояйық, ал шамалы артқа жылжытып 0-ға қояйық. Сол кезде бізде осындай анимация болады, мысалы. Одан да тездетіп өтіп, ключ бір-біріне жақындатқан сайын анимация тездетеді. F9-ды бассақ, плавно болады, мысалы. Мысалы, мына жерге бір ключ создавать етіп, мына жерге, мысалы, 300 ба, 310 деп қойсақ, видео бері қарай жақындайды, и орнына қайтып барады, қараңыз. Осылай. Тұрыңызы. Opacity бойынша мына жерде осы жерден бастап 100-ге қоямыз, және соңында 0 қылып тастайық. Сол кезде қараңыз. Видеомыз осылай бітеді. Және де мына шорткаттарды үйреніп алған дұрыс болады сіздерге. Мысалы, біз видеоның позициясы бойынша жұмыс істейтін болсақ, мына стрелканы ашып отыру бізге көп уақыт алуы мүмкін. Ол үшін біз видеоға басамыз, және P деген ағылшынша P-ны басамыз, сол кезде позиция ашылады. S-ті бассақ, scale ашылады. T-ны бассақ, opacity, непрозрачность. R-ді бассақ, rotation ашылады. Егер де барлығын бірдей ашқыларыңыз келсе, Shift-ті басып тұрып, P, S, T, R барлығын бірдей шығарып қоюға болады, мысалы. Осы настройкілерді түсініп алсаңыз, әрі қарай сізге After Effects программасын үйренуге оңай болады деп ойлаймын. Егер де сабақ сізге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп қойыңыз. Келесі видеода кездескенше.